Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздерге «Мың бір түн» телесериалы жайында айтатын боламын. Бұл сериалда кезінде халықтың ілтипатына бөлінген қаладағы сәулет бюросының директоры Онур мен дизайнер Шехризаттың махаббатын бәрі тамашалаған. Бұл сериалда Шехризатты жас актриса Бергюзар Король сомдаған. Бұл актрисаның үлкен фильмдердегі дебюті «Көкжалдар мекені» Ирак фильмінде болған. Кейін осы «Мың бір түн» сериалынан кейін танымал бола бастаған. Одан кейін «Бітпейтін ән», «Сүлеймен Сұлтан», «Қарадайы» сериалдарына түскен. Ал Онурдың рөлінде Халид Эргенч ойнады. «Мың бір түн» сериалынан кейін ол бүгінде бүкіл әлем тамашалаған «Сүлеймен Сұлтан» сериалында басты рөлде болды. Одан кейін Корель екеуі бірге «Отаным сенсің» сериалына түсті. Халин мен Бергюзар «Мың бір түн» сериалынан кейін 2009 жылы отау құрған. Отбасыда бүгінде 3 бала тәрбиеленіп отыр. Актриса рөл сомдаған фильмдердің ішінде оны Түркияда және басқа елдерде танымал еткен бірнеше сериал бар. Бірнеше уақыт көрермен назарынан тыс қалған актрисаны көпшілік үнемі іздейді. Оның өткені мен қазіргі өміріне қызығушылық танытады. Көпшілікке танымал түрік актрисасы қазір қайда? Бергюзардың тағы бір құмарлығы спорт. Ол мектеп жылдарында волейбол ойнағанды ұнататын. Бірақ мамандық таңдау уақыты келгенде ол сөзсіз өнер жолын таңдап, Мимар Синан университетінің актерлік факультетіне оқуға түсті. Бірден дерлік қысқаметражды фильмдерде ойнай бастады және театрда эпизодтық рөлдерге ие болды. Бергюзар Том Хэнкс пен Николь Кидманға актерлік сабақтар берген. Сьюзан Бастоннан көп нәрсе үйренді. «Мың бір түн» фильмінде актриса Шехризат Евлиоғлының рөлін сомдады. Сұңғақ бойлы, сымбатты қыз көрерменді бірден баурап алды. Көрермендердің пікірінше бұл рөл актрисаға өте жарасады, өйткені Корель жұмбақ әрі дана кейіпкерге сай келеді. Корельді Түркияның ең жұмбақ жұлдыздарының бірі деп атауға болады. Актриса өзінің жеке өмірін айта бермейді, дегенмен жас кезінде әріптесі таныс актерлікпен кездескені белгілі. Олар жанжалдасып екі жаққа кеткен. Бұл уақытта актер сүйіктісінен құны $10,000 тұратын неке жүзігін қайтаруды талап еткен. Бергюзар бұрынғы жігітіне ажырасқанға дейін бірге алған барлық заттарды қайтарып бергенін айтты. Халид Эргенчтің бұған дейін де отбасы болған еді, бірақ екі жұбайымен махаббаттары небәрі 1 жылға ғана созылған болатын. Мен бір кездері жеңілтек адам болғанмын, асығыс шешім қабылдап қателігі жасадым. Енді ондай өмірге нүкте қойдым, дейді Халид Эргенч. Жұрт арасында Халидтің әкесі бірнеше мәрте отау құрған деген дерек бар. Әкесінің қателігін қайталамауға тырысқан актердің әлі күнге дейін Бергюзар Корельмен жұбы жазылмаған. Алайда бірінші әйеліне опасыздық жасаған үшін Халид мырза $180,000 шығындалған. Бергюзар Корельмен отау құрғанда бірінші әйелінен 9 айлық ұлы болған. Әлеуметтік желіден бірнеше жылға қол үзген Бергюзар Корель жақында Instagram желісіне қайта оралды. Олардың карьерасында екеуі басты рөлді сомдаған тағы бір «Отаным сенсің» деп аталатын тарихи фильм бар.